жасайын, сөйтіп сабағымызды бастайық. Кеттік. Әлия, бірінші тапсырма. Жақ сөзіне көсемшенің абжырынан жалғанса, П дауыссыздың қай дыбысқа өзгеретінін көрсетіңіз дейді. Жауап. А жауабы. Аға өзгереді. Екіншісін, Әлия. Жуан қосымша жалғанатын К дыбысына аяқталатын сөздерді көрсетіңіз. Жуан қосымша жалғанатын К дыбысына аяқталған сөздер. Түсіндіңіз бе? Сұрақты түсіндіңіз бе? Жуан қосымша жалғанатын. К дыбысына аяқталған қай сөздерге қосымша жуан жалғанады дейді. Барлығына бірдей жалғана бермейді ғой. К сөзінде. Иә. Мысалы, қай сөздерге? Пиджакка. Пиджакке деп айтпаймыз ба? Пиджакка. Иә. Сосын? Лакта. Лактау деп айтамыз. Лактеу демейміз ғой. Лактау. Міне, осы екеуін сұрап тұр. Жақсы, сіз жауап бересіз. Қараңыз. И мен у келген кезде юға айналып кететіндігін білеміз ғой? Иә. Енді сол бойынша. Ю болып кетеді. Мына жерде у деген тұйғытыстың жұрнағы болса, мысалы үшін, тұйғытыст деген не екенін білесіз бе? Иә. Сонда қараңыз, мына жерде қию деген сөз болса, мысалы үшін, осы сөзде тұйғытыстың жұрнағы бар екендігін біз білуіміз керек. Жарай ма? Себебі ол қиға у қосылған деп түсінуіміз қажет. Жарай ма? Бұлар сізге аса бір қатты деп қиын деп ойламаймын. Шаю, жая, көбею бұлар. Енді мынаны қараңыз. Қазақ тілінде үнді дауыссызға біткен сөздерге үнді не ұяң дауысыдан басталатын қосымша жалғанады. Қараңыз. Дұрыс қой. Әлия, осындасыз ба? Микрофоныңызды қосып қойсаңыз. Әлия, менің даусым естіліп жатыр ма сізге? Ағай, менде интернет нашар ғой, деймін, кішкене қатып жатыр. Естіліп жатыр, бірақ кішкене қатып жатыр. Қараңыз, сол ылымыз біздің үнді. Осы көл деген сөзге біз көлдер деген д-дан басталатын, яғни ұяңнан басталатын қосымша жалғаймыз. Сонда бірінші жағдай ұяң жалғанады деген сөз үндіге бітсе. Және екінші жағдай үндіге бітсе, кейбір жағдайларда үнді жалғанады. Біз айдар демейміз, айлар дейміз. Сонда біз айтып едік қой, сөз қатаң дауыссызға аяқталған болса, оған қосымшада қатаң жалғанады деп. Ал енді үндіге аяқталса, кейбір жағдайларда үнді, кейбір жағдайларда ұяң жалғанады. Айжан, сәлеметсіз бе? Осындасыз ба? Айжан? Сәлеметсіз бе, ағай? Мен сізді көріп отқан жоқпын, естіп отқан жоқпын. Ау? Алаңдап жатырмын. Осындасыз ғой, мен дауысым сізге жақсы естіліп тұр ғой, е? Мен дауысым естіліп тұр ғой сізге? Интернетте проблема сізде демек. С-ш дауыстарынан басталатын қосымшалар бұл емлеге бағынбай сол күйінде жалғанады. Яғни, себебі бұл қосымшалардың ұяң не үнді дауыстан басталатын нұсқасы жылы жоқ. Сондықтан жансыз емес, жансыз деп айтамыз. Адал зың емес, адал сың деп айтамыз. Көл жік деп л үнді болғандығы үшін оған ұяң қоспаймыз. Жының қатаң вариантын шыны қоса береміз. Бұл бір ескерту, бұл жер аса қатты бізге маңызды. Әлия, менің даусым естіліп тұр ма сізге? Әлия, Айжан, Айым. Айжан, менің даусым естіліп тұр ма жақсы?
Аха, енді естіліп жатыр. Енді естілді. Аха. Мынау бір мысалды сіз талдап көріңізші. Үнді дауысыдан аяқталған деп басылатын. Әлия, болмаса сіз талдап көріңіз. Оқушылар, бұл интернетімізді жақсартып алмасақ, сабағымыз жақсы болмай қалады. Сол үшін сәл мән беріп, жақсы интернет қоссақ, дұрыс болады. Айым, сәлеметсіз бе? Айым? Айым, сәлеметсіз бе? Айжан, менің дауысым естілді ме сізге? Мынау бір мысалды талдап көрсек. Жақсы. Ендеше былай етейік, біздің уақытымыз кетпес үшін мен өзім талдай берейін. Оны кейін записін жіберген кезде жақсылап тағы бір қарап аласыздар. Негізі видео сабақтарда бұл бар ғой, жай ғана бұл талдаудың методикасы. Үнді дауыстан аяқталған сөздерге қосымша қалай жалғанады? Үндіден сөз аяқталса, оған қосымша не ұяң, не үнді болып жалғанады. Яғни жауабымыз бірден С екендігін көре аламыз. Қой сөзіне у жалған кезде ол әрине қою болып өзгереді. Үндіне ұяң дауыссызға біткен қосымшаға үндіне басталатын жалғанат ережесіне бағынбайтын ол сыз, ол ша. Неге себебі? Әне ша. Мысалы боз. Боз деген сөз бар. Енді бозға біз жалғамыз келіп тұр ша дегенді. Алайда біз айттық қой, ұяңға ұяң жалғану керек деп. Бірақ мынаның ұяң варианты жа деген. Ш қатаң, ұяң варианты жы ғой. Алайда оның жа деген жұрнағы жоқ қой. Сол үшін заңға бағынбай. Мысалы үшін жансыз. Н қандай дауыссыз әлия? Дауыссыздың қай түрі? Үнді дауыссыз. Үнді, Үнді. Ол үнді дауыссызға біз айттық, не ұяң жалғанады, не үнді жалғанады дедік. Енді оның ұяң варианты з ғой. Біз айтамыз, бірақ жансыз деп. Дұрыс па? Сондықтан ол жерде жасап, осы сызды қалдыра береміз. Сол үшін осы екеуі, осы ұяң не үнді дауысыға біткен сөздерге ұяң не үнден басылатын қосымша жалғанады деген ережеге бағынбай қалады. Енді фонетикадағы, орфографиядағы ең бір қиын дүниеге енді келген секілді. Сол болар. МБ, НД осыларға біткен сөздерге қосымша дәнекері арқылы жалғанады. Яғни қалай? Мысалы, танк, НК, танк деп алайық. Біз оны танкі деп аламыз. Танкі деп алып барып қосымша жалғаймыз. Холдингке емес холдингіге, объектіге, лифтіге, эвкалиптіге. Түсіндіңіз ба? Неге? Себебі солай айтамыз. Біз объект деп айтпаймыз, біз объекті деп айтамыз. Айтып көріңізші, объекті. Қазақ өзі объекті деп айтады. Консервілеу деп айтамыз. Объекті. Консервілеу деп айтамыз. Демек, біз одан кейін айтады екенбіз. Ал қай кезде ол сөздегі одан бұрынғы дауысына байланысты. Мысалы, раунды демейміз ғой, раунды дейміз. Түсінікті ғой. Ал танкі демейміз, біз танкі. Түсінікті. Танкі дейміз. Міне соған байланысты дәнекер дыбысы арқылы жалғанады. Мектеп оқулығында тестке, фармацевтіге, орфографиялық енді қараңыздар.
Мектеп оқуларында тестке фармацевтік орфографиялық сөздікте тестіге фармацевтке деп берілген дейді. Енді қарайық. Әлия, менің дауысым жақсы естіліп жатыр ма сізге? Иә, естіліп жатыр. Ок, ук, рк, рг, нг, енді осылар толық оқып аламыз. Осыларға біткен сөздерге қосымша және соңғы буында ю әрпі бар сөздерге қосымша жіңішке жалғанады. Мысалы, педагог, тар емес, педагог, тер. Округқа емес, округ, ке. Округ, тер емес, парк, та емес, парк, ке. Оны сонда қалай түсінуіміз керек? Қалай бұны оңай тауып алсақ болады? Сіз қалай ойлайсыз? Осының барын жаттауымыз керек пе, әлде оңай жолы бар ма оның? Жоқ, біз бұны күнделікті өмірде қолданамыз. Ол қалай қолданамыз, сол бойынша. Негізінен солай жазамыз, Мысалы, біз бланкте демейміз, бланкі деп айтамыз. Қазақ бланкі емес, мынаны ны аңғылып айтады, бланкі деп. Дұрыс қой. Міне соған қарай ары жалғай. Ал х дыбысына біткен не соңғы буында я әрпі бар сөздерге қосымша үнемі жуан жалғанады. Мысалы, цех ке деуге болмайды, цех қа. Біз штрихтеу демейміз, штрихтау дейміз ғой. Байқайсыз ба? Штрихтау. Себебі мына жерде былай. Үшті рых болып естіледі. Х болғандығы үшін. Түсіндіңіз ба? Х болғандығы үшін и болып естіледі, сөйтіп штрихтау деп айтып кетеміз. Ал я дегеніміз қандай дыбыстардан тұратын еді? И және и және а. Қысқа и және а. Ал қысқа және а болғандықтан, демек, мынау сөздегі соңғы дауысты а деген сөз ғой. Естілетін дыбыс. Соңғы дыбыс соңғы дауысты а болса, оған жаңағы қосымшада жуан болуы заңды ғой. Осы үшін соңғы буында я әрпі бар сөздерге қосымша жуан жалғану себебі осы. Айым, сәлеметсіз бе? Менің дауысым естіліп тұр ма сізге? Сәлеметсіз бе? Иә, естіліп тұр. Сабаққа кішкене қатынасып отырайық. Мен сізді танып үлгермедім, мен Әлиямен танысып үлгердім. Енді қараңыз. Осындай жағдайлар бар. 2 л, 2 м, 2 п, 2 т келетін жағдайлар. Осылар з-да, әсіресе мынау з-ға аяқталатын қандай сөз білеміз? Поезд. Дұрыс айтасыз. Поезд. Өте жақсы. Енді осы дыбыстарға біткен сөздерге жалғанғанда соңғысы подъезд. Яғни соңғы дыбыс қатар тұрған екі дыбыстың түсіп қалады. Мысалы, ганакок деген 2 к-мен жазылады. Ол 2 к-мен жазылып болғандағы да қа қосылса 3 дауыс қатар келіп қалатын еді ғой. Сол үшін бір к-ні түсіп. Металдар дегенде дәл солай. Металл деп бөлек жазған кезде, L түсіп қалады. Біз 2 л жазамыз. Ал егер металлға деп 2 л. 1 л-ны түсіріп тастаймыз. Неге? Себебі біз металлға деп сөйлемейміз ғой. Металлға дейміз ғой. 1 л айтамыз ғой. Сол үшін 1 л-ны түсіріп тастаймыз. Грамның дәл солай, грипке дәл солай. Процесс, қараңыз. Процесс деген 2 с-мен жазылады негізінде, ал мына жағдайда біреуін түсіріп тастадық. Сонда негізінен неге сөйлеміз керек? Біз қалай айтамыз, біз қалай қолданамыз. Кузбас, Донбас деген осы екеуі ұбт-да өте көп келеді. Бұларда болатын болса, соңғы бұлардың 2 с-дан аяқталып тұр ғой, байқайсыздар ма? Бұларда екінші с-сы түспей қалады. Неге деп ойлайсыздар? Себебі бұлар жалқы... Адам есімдері, жалқы есімдері. Адам есімдері деу келмейді, бұл жердің аты ғой, елді мекеннің аты. Сәлем ма? Енді қысқартылған жағдайда олардың дефиспен келетіндігін біз бәріміз білеміз ғой, километрден 10 га қысқартылған, ол же болмайды. Енді қараңыздар, жіңішкелік белгісінің түсу түспеуіне байланысты.
Лагер деген сөзді мысалға алайық. Лагер деген сөзге дауысыдан басылатын қосымша жалғанса, жіңішке дыбысы естіле ме? Айтып көріңізші, лагерге. Лагерге естіле ме? Лагерге. Жоқ. Тұрады. Ал лагері дегенде жоқ естілмейді. Естілмей қалады. Байқайсыз ба? Лагері. Рыдан кейін естіледі. Иә. Бұл жағдайда сонда жіңішкелік белгісінен кейін қосымша дауыссыз болса жіңішкелік белгісі түспейді, ал егер дауысты болса ол түседі. Жарай ма? Және жіңішкелік түседі. Қосымша буын үстігіне сай жалғана береді. Мысалы, акварельға демейміз, акварельге, себебі соңғы дауысты жіңішке. Фестивальге демейміз, фестивальға, себебі соңғы дауысты айет, ол бізде жуан. Бірақ тек мына сөздерді соңғы буыны жуан болса да қосымша жіңішке жалғанады. Спектакльге, ансамбльге, төлге және осьте. Осы төртеуінде соңғы о, бұлар жуан ғой дұрысында. Бірақ бұларға бәрі жіңішке жалғанады деп айтады. Соңғы буында ә дыбысы бар сөздерге не а, не дыбысы бар қосымша жалғанады. Кінәға, кінәлі, шүбадан, шүба, білі. Осын түсіндіре аласыз ба маған айым? Осы ерже не айтқысы келіп тұр? Сіз видео сабақтарды қарадыңыз ғой, е? Оқушылар, естіліп жатырым ба? Менің даусым естіліп тұр ма, әлия? Қатып жатырсыз, дауыстарыңыз естілмей жатыр дұрыс. Жақсы. Әрі қарай. Осы бір ережені маған түсіндіріп беріңізші, мына ереже не айтқысы келіп тұр? Дауысыңыз дұрыс естілмей жатыр. Не айтқысы келіп тұр сонда? Айжан, сізде көмекші болсаңыз болады. Ережені түсіндіріп беріңіздерші маған, мен сәл түсіне алмай жатырмын. Қайталап жібересіз бе, ағай? Мынау бір ереже бар ғой, соңғы буында ә дыбысы бар деп басталады. Бұл ережені түсіндіріп бере аласыз ба? Мен сәл түсіне алмай жатырмын деймін. Қазір. Уақытымыз кетіп жатыр, оқушылар. Үлгере алмай қаламыз қазір. Жақсы, мен ендеше түсіндіре берейін. Соңғы буында ә дыбысы бар. Күнә, кінә, шүбә. Бұларға қосымша жалғанған кезде ол қосымшалардың арасында не а, не біз күнәге демейміз. Себебі ә болғандық соңғы буында а болуы қажет деп айтты ереже. Кінәлі.
бұл түсінікті, бұл жерге қатты қиын емес. Шүбәдан. Шүбәлі емес, шүбәлі. Не а болу керек, не ә болу керек. Егер соңғы буынды ә болады. Жақсы. Әлия, мұнау мысал жасап көріңізші. Қосымшасы дұрыс жалғанған кірме сөздер. Акварельді. Бұл жерде жіңішкелік белгісі жазылмаған. Негізі жазылу керек, е? Иә. Себебі? Бұл жерде жіңішкелік белгісі дұрыс қойылмаған. Жіңішкелік белгісі жазылмай қалған ғой. Ал жазылу керек па деп сұрап тұрмын. Жазылу керек деді. Неге жазылу керек? Кейбір жазылу қалады ғой деп сұрап тұрмын. Жазылу керек. Себебі? Даусыңыз қатып жатыр да, соған кейбірін есмей жатырмын. Не үшін жіңішкелік белгісі бұл жерде түсіп түсірілмеуі керек? Акварельді. Себебі? Дауыссыздан аяқталып тұрғандықтан ба? Себебі оған жалғанатын қосымша дауыссыздан басталып тұрғандықтан. Демек, бұл жерде ол дұрыс жалғанбаған. Басталып тұрғандықтан. Иә, дұрыс айтасыз. Рөлдан дейді. Оқушылар бейнелеріңізді көріп рөлден болу керек. Рөлден болу керек. Дұрыс айтасыз. Аха, сыда дұрыс жазылған ба, қате жазылған ба, Аяжан? Полярге. Полярге. Ал дұрысында қалай? Дұрыс жазылған? Полярге. Қайтып едік қой. Мен яға бітетін болса, соңғы олаған қосымша жуан жалғанады дедік. Я, Аяжан. Себебі я мен адан тұрады. Бұл дұрыс емес жазылған? Дұрыс емес. Бізге қосымшасы дұрыс жалғанған қажет. Банктан. Бұл дұрыс па, қате ме? Банктан. Қате. Деген сияқты. Дұрыс емес. Олай емес. Қараңыздар, біз мұнда ереже айтып едік. Дұрыс емес. Әдейі қоршап қойдым. Қараңыздар. Мысал ретінде танкі деген сөзді берген. Сонда деген сөз НК-ға аяқталған, біз оған банкі деген деген дәнекер жалғап бар, қосымша жалғаймыз. Сонда банкіге бұл. Түсініңіздер ме? Иә, түсіндік. Демейміз, банкілер деп айтамыз. Демек, бізде қате. Ені қандай? Хирургке. Иә, дұрыс. Хирургке, иә. Хирург, но к болып естілгендігі үшін жіңішке жалынған, және ол дұрыс. Паркқа, бұл дұрыс па? Парк. Бұл бізде қате. Паркке. Неге? Паркке ме? Бокстан. Р-к. Дұрыс қой? Иә, Р-к. Р-к-ні қарадық міне. Р-к. Осыған жалғанған кезде, дыбыстарына біткен кезде, және ю болған кезде жіңішке жалғану керек. Паркқа демейміз. Жақсы. Бұлда қате. Бокстан. Бұл дұрыс па? Иә, дұрыс. Бокстан. Дұрыс. Дұрыс, және тарихтың ол деген. Иә? Айжан, сіз тұр ма? Айым, сізге ше? Иә, естіліп тұр. Бірінші тапсырманы жасайықшы. Сіз жасаңыз. Қай сөзге қосымша дәнекері арқылы жалғанғанын анықтаңыз. Так.
ансамбль, драматург. Жалғанат ол сөзге. Сосын барып басқа қосымшалар жалғанат деген сөз. Штампы. Штамплагер. Дұрыс айтасыз. Штампылау. Штампыға болады. Лагері демейміз ғой. Факсы демейміз ғой. Факсы дейміз ғой. Иә. Драматургқа. Демек, жалғанатын. Екіншісін, Аяжан, сіз жасай аласыз ба? Естуатсыз ба бізді? Аха. Қате жазған спектакльге процестің ватқа. Қате жазылған қайсысы? Процестің. Так, қазір. Е жауабы. Ватқа. Себебі түсіп қалды. Түсіп қалады. Өте жақсы. Алия, үшіншісін сіз орындаңыз ендеше. Қосымша жалғанғанда сөз соңындағы жіңішкелік белгісі түсіп қалатын жағдайларды көрсетіңіз. Көптік жалғау жалғанғанда дауыстаңыз. Бізде дауыстыдан басталатын қосымша жалғанғанда түседі. Өте жақсы. Мысалы, лагер. Мысалы, белгісі бар. Лагер болса бізде жіңішкелік белгісі түсіп қалады. Өте жақсы. Жаты септігін жалғанғанда. Жоқ, жаты септік жалғанған кезде. Аха. Түсіп қалады. Үшінші жақта тәуелденгенде онда үшінші жақта тәуелденген қандай еді ол? Оның ба? Оның спектаклі түседі. Онда түсіп қалады онда. Оның спектаклі. Иә, түсіп қалады. Осылай түсініп жазсақ, біз үлкен жетістіктерге жете аламыз. Әйтпесе жаттап алсақ қиын болады. Еше? Дауыссыздан басталатын қосымша жалғанғанда. Онда түспейді спектакльге. Дауыссыздан басталып тұр, онда түспейді бізде жіңішкелік белгісі. F ше? Екінші жақта жіктелгенде. Менің спектаклім. Жіктелу деген ол басқаша. Тәуелдеп атсыз қазір, менің. Иә, мен спектакльмін болса. Дұрыс, иә. Түспейді. Үшінші жақта жіктелгенде? Түспейді. Ол түспейді. Аге дауыссыз ол жерде. Ол спектакль жоқ, түспейді. Қараңыздар. Д. Қай сөзге қосымша жалғанғанда соңғы әрпі түспейді дейді. Грамм түседі, повесть түседі, съезд түседі, донбасс түспейді, себебі ол жалқы. Мен сен. Жалқы есім. Жалқы есім деп айтып едік қой. Жалқы есім. Иә, демек? Иә. Жауап осы болады. Соңғы буынында ю әрпі бар кірме сөздерге қосымша қалай жалғанады? Ю өзі и және удан тұрғандығы үшін, и бізде жіңішке болғандығы үшін оған жіңішке жалғанады. Келісесіздер ме? Олай емес пе? Иә. Қараңыздар. Иә, солай. Біткен сөздерде және соңғы буында ю әрпі бар сөздерге қосымша жіңішке жалғанады. Мысалы полюс. Жалғанады. Мысалы полюс жазған. Мысал келтір. Полюс. Омыз жуан. Люс деген алайда жіңішке естіледі ғой өзі. Келісесіздер ме? Иә. Біз полюс деп айтпаймыз, полюс. Жұмсартып жіңішке қылып айтамыз. Демек оған жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Қосымшасы жуан жалғанатын кірме сөздер. Кірме сөздер табайықшы бірінші. Металл. Кірме сөз бе? Кірме сөздер. Жусан жоқ, кірме сөз емес. Қалғандардың барлығы кірме сөз сияқты, иә?
Ал енді қайсына жауап? Металға. Металға А. болады, металға болады. Өте жақсы. Кеттік ары қарай. Танкқа дейміз бе? Қалай деп айтамыз? Танкке. Манағы банк деген сөз. Танкіге. Танкіге. Дәнекер арқылы жалғанады. Танкіге. Жіңішке жалғанып тұр ғой, иә? Танкіге. Тест. Тестке. Тестке емес. Тестке. Тестіге. Тестіге. Байқайсыздар ма? Тестке. Тесттеу демейді. Тестілеу деп айтайды. Байқайсыздар ма? Тестілеу. Дәнекер бар жалғанады. Міне, содан түсінуіміз керек. Актер. Актерге. Йо дегеніміз и және о ғой. Актерға. Актерға болады сол үшін. Дуэт. Жіңішке, у жіңішке демек. Дуэтке. Дуэтке. Штрих. Штрихқа. Штрихқа. Біз айтып едік, қ-ға сөз білетін болса, оған қосымша жон жалғанады деп. Иә? Демек? G болады. Иә, үшінші жауап. Ал митингі. Бұған жіңішке жауап. Митингіге. Енді, архон жазуы, төте жазуы, латын жазуы, кирилл жазуы. Бұл жазулардың түрлері қай ғасырда, қай уақытта қолданылып. Оқушылар, енді естілді ме? Естіліп тұр. Және әріптердің саны, әріптердің таңбалардың саны. Бұны ұбт-да аса көп сұрамайды, бірақ сұрап қалу мүмкіндігі бар. Сол үшін бір қайталап қойсаңыздар артық етпейді. Жарай ма? Ендеше құтты болсын, біз бірінші тақырыпты аяқтадық. Өте тез аяқтадық. Мен офлайн сабақ берген кезде бұл тақырыпты 4 сабақ қылып өтеміз біз. Ал сіздер видеоны көріп алғандарыңыз үшін мен ойлаймын тез болды деп. Енді бұлай келсек. Бірінші сұраққа. Аяжан, тіл дыбыстары қалай жасалады? Тіл дыбыстар. Немесе былай етейін. Мен қазір осы сұрақтарды біздің топ бар ғой, WhatsApp топқа. Сол жаққа жіберейін. Одан кейін әр қайсың жауап тауып алыңыздар. Одан кейін барлығыңыздан сұрап шығамын. Келістік қой? Қазір. Қарап ойлана беріңіздер. Мен қазір топқа жіберейін. 10-10-нан бөліп. Тіл дыбыстары үнмен салдарынан жасалады ма? Білмейм. Тіл дыбыстары. Айта алмаймын. Біз оны өттік. Ал осы сұрақтарға жауап жазып көрейік. Жазбаша болу міндетті емес, ауызша да болады. Келді ме оқушылар WhatsApp-қа? Иә, келді. Иә. Жақсы. Енді Иә, Аяжан, айым түсінікті болып жатыр ма барлығы? Естіліп жатыр ма? Көрініп жатыр ма? Иә, түсінікті. Кейде просто сеть ұстамай қалған болмаса нормально бәрі. Жақсы. Онда жақсылар керек. Әр қайсына жауап тапсаңыздар, жауап жазсаңыздар. Қанша минут керек болады? 21 сұрақтың жауабын табу үшін сіздерге. 5-6 минут па? Оқушылар?
Шамамен. 5 минут жететін шығар. Онда былай келсек, Оны дәптерге жазайық ағай. сіздерге қалай ыңғайлы? Негізі дәптерге жазу қатты бір міндетті емес. Барлығын ауызша білсеңіз, қателеспесеңіз, сонда бірден жауап берсеңіздер болады. Және келесі бетте осындай бір тапсырма бар, оны да бірге жасаймыз қазір. Оны да топқа жіберейін. Дайын болғандарыңыз болса, бастайық. Ендеше былай келсек, оқушылар, қазір біздің 1 минуттан кейін бірінші сабағымыз бітеді ғой. Одан кейін 5 минуттық демалысымыз бар. Жарай ма? Келесі сабағымыз 15:45-те басталады. Соған дейін осы сұрақтарға барынша жауап қойыңыздар. Келістік па? Қазір 5 минуттық демалыс 45-те. 45-те жалғастырамыз. Сол демалыс кезінде мүмкіндігінше осыларға жауап іздеп тауып қойсаңыздар. Келістік қой? Әлия? Даусыңыз есімде. Иә,